үшеуін өлтіріп, соңғы қалған 4-ші сарбазға Черный меч пришел, я так и скажу. дейді. Бұл жаңалық министр мен қамал әміршісіне жетеді. Ал түнде басты кейіпкеріміз қорқынышты түс көріп шошып оянады. Және біз оның мойнындағы қан ағып тұратын біртүрлі белгіні көреміз. Әмірші министрмен сөйлесіп қонағын өздерінше жақсы қарсы алмақ болып, бүкіл ауылды өртеп жібереді. Ауыл өртке оранып баласапыран орын алады. Сол сәтте қара қылышы жалындаған оттан шығып келіп, әміршінің адамдарын өлтіреді. Қара қылышы оның мойнындағы бекерет деген алқаны байқайды. Кейіпкеріміз онымен шайқасады да арбалет садағымен оны жеңеді. Бірақ әмірші жылан кейпіндегі құбыжық екен. Басты кейіпкеріміз жеңілуіне сәл қалады. Бірақ соңында оның қаруының көмегімен екіге бөліп жібереді. Сөйтсе бұл болған жай басты кейіпкеріміздің алыстағы болашағы екен. Әрі қарай болатын оқиғалар қара қылышының даму кезеңі. Негізгі оқиға бір қамалға шабуыл жасалынып жатқанынан басталады. Бір амалмен шығуға ешкімнің рухы жетпейді. Бірақ сонда қара қылышы барып, базуса деген амалдың секирасын сындырып, екі соқпен оны өлтіреді. Ақшасын алып кетіп бара жатқан қара қылышы Керек болса әкем, қолыңдан нахуй, блядь! Мен жай ғана бақытты болғым келеді. деп кетіп қалады. Жолда қарақшылардың тобына ілігіп, жылдам қозғалыспен екеуін өлтіреді. Сонда Каска деген қыз бар онымен шайқасады. Бірақ кейіпкеріміз үшін ол да оңай. Сонда қарақшылардың басшысы Гриффит айқасты тоқтатып, өзі келеді де жылдамдықпен қара қылышын жеңеді. Есінен танған соң ол тағы да қорқынышты түс көреді. Оянса ол бір лагерь екен. Шамасы әлгі қарақшылардың лагері болу керек. Сосын ол мұнда 2 күн ес-түссіз жатқанын біледі. Ал оған қоса Каска өз енесімен жолықты. Сонда ол Гриффитпен жақын танысады. Бәрі бізге кейіпкеріміздің есімі мәлім болады. Гац. Гриффит оған оның соңғы жасағының лагерінде екенін айтады. Сосын екеуі сөйлеседі. Гриффит одан жасаққа қосылуын сұрайды. Бірақ Гац оған тек қана егер мені жеңсең дейді де, шайқас тең болып тұрады. Гац бір-екі соққы жасаса да соңында жеңіліп қалып, соңғы жасағына қосылады. Түнде Гацты жақтырмайтындар оған қастандық жасамақ болады. Бірақ Каска оларды қуып жібереді. Сосын Гац Каскаға рахмет айтып, қылышын құшақтап ұйықтайды. Келесі күні соңғы жасағының жаңа тапсырмасы басталады. Олар сарбаздардың лагеріне жорық жасайды да, жел қалған үйшіктерді өртеу үшін барлығын отқа орап кетеді. Бірақ олардың артынан бір топ сарбаздар барады. Гац болса оларды тоқтата тұрып, олармен шайқасады. Әлі жетпей қалғанда Гриффиттің қалғандары келіп оны құтқарады. Артында келе жатқан сарбаздарға арнап ұзақ тұрады да зеңбіректермен атқылайды. Солай соңғы жасағы жеңісін тойлайды. Бірақ Гац болса тойлауды көздемейді. Бірақ мынау Пипин деген амбал оны күшпен алып кетеді де Гац тойлауға келіседі. Ертеңіне ертеректе Гац пен Гриффит сөйлесіп, оның даңққа жетудегі жолының тек қана басы екенін айтады. Енді міне сұңқарлар тағы да тапсырмаға кірісті. Алайда шайқас барысында Гацтың көз алдына бала болған кезде есіне түседі. Сонда ол өзінің өгей әкесі Гамбиноны және оны қалай тәрбиелегенін есіне алады. Гац шайқас алаңынан басқа ештеңе көрмей өскен. оның өмірі толығымен шайқаспен өткен. Сол бір шайқаста Гамбино мүгедек болып қалады. Осының бәріне ол Гацты кінәлайды. Оны асырап алған ері ол мүгедек болғанда қайтыс болған еді. Гамбино үшін Гац оған берілген қарғыс. Бір күні ол Гацты өлтірмек болады, бірақ Гац қорғанып жүріп оны өлтіріп алады. Барлығы жаралы Гацты іздестіріп жатады. Сонда бізді қайтадан Гацтың өзіне келеді. Гриффит оны демеп жібереді. Ал сосын келгеніне 2 апта болған Гацты командир қылып тағайындайды. Тағы бір сұңқарлардың жеңісі. Осындай оқиғалармен 3 жыл өтеді. Гриффит сері лауазымына ие болады. Серіні тағайындау салтанаты өтеді. Ал Гац сол уақытта жауынгерлік дағдысын жақсартып дайындалады. Сұңқар жасағы арсеналға жорық жасайды. Бәрі сәтті өтеді. Бірде Гац мұның тұзақ екенін біліп, Гриффитке шегіну керек екенін айтады. Солай қойма жарылады. Ал сұңқарлар Гацтың арқасында тірі қалады. Каска болса Гацқа сенбегені үшін кешірім сұрайды. Сұңқар жасағы ендігі бір қамалды қоршауға алмақ болады. Бұл қолдарынан келеді. Бірақ айқас барысында бұл қамалда 100 жылдан астам өмір сүріп келе жатқан аңызға айналған Зод есімді мүлдем жеңілмейтін жауынгер бар екен. Гац Зодпен шайқасу үшін қамал ішіне кіреді. Жолда ол көптеген өрттерді байқайды. Сосын қамал түбінде Зодты кездестіреді. Гац қылышты кездестіргенін түсінеді. Өз өмірін қоя отыра ол шайқасады да Зодтың қылышын кесіп түсіріп оған ауыр соққы береді. Ал ол болса Минотаврға айналып кетеді де Гацқа жеңуге мүмкіндік қалдырмайды. Бірақ сол сәтте Гриффит келеді. Екеуі біріксе де оны жегідей соққы бермей, қылыштың қолын ғана кеседі. Себебі Зодта адам сенгісіз регенерация бар еді. Ол бір сәтте жазылып кетеді. Зод енді Гриффит өлтірмек болғанда, мойнындағы бекеретті байқап, оларды жібереді де былай дейді. Гриффит мақсатына жете алмаған кезде Гацтың тағдырына өлім жазылған. Гриффит госпитальда жатыр. Министрлер оның халін білуге барады. Бұл әрине болашақ графтың сенімінен кіру үшін еді. Гац та сол кезде досының жағдайын білгісі келіп еді. Каска оның қатыгездігінен оны тоқтатып неге олай жасай беретінін сұрап жылайды. Кейінірек кейіпкерлер Зод жайлы әңгіме қозғайды. Сонда оларға Мидланд патшасы келіп Гриффитті мақтайды. Оның ұялшақ қызы бар еді. Гриффит оны ұнатып қалғаны сөзсіз. Сосын сұңқар жасағының кезекті тапсырмасы басталады. Мақсаты қамалды жаулап алу. Оңай болмайтыны анық. Себебі қамал қорғанысы өте берік. Өзеннен өтетін жалғыз жол көпір. Солай Гриффит командирдің көңілін өзіне қарата тұрады. Дәл сол кезде Гац соққы жасағымен өзеннен өтіп қамалдың артынан соққы береді. Солай екі жақтан келген шабуылдан қамал оңай алынады. Гриффитті граф етіп тағайындайды. Генерал болса бұған көңілі толмай, оған қастандық жасамақ болады. Бір күні аңшылық болады. Мұнда патша мен жоғары лауазымды адамдар болады. Әрине Гриффит те бар. Гриффитке арналған қастандықтың дайындығын бізге көрсетеді. Бірде бір қабан атып шыққанда ханшайымның аты үркіп кетеді. Гриффит оны қуып жетеді. Алайда Гриффитті өлтірмек болған адам қолалы уақытта графтың жүрегіне оқты тура атады. Сонда Гриффит Хеликтің арқасында тірі қалады. Генерал болса одан әрі ашуға булығады. Сонда Гриффит Гацқа генералды өлтіру тапсырмасын береді. Гац генералды өлтіріп, оның баласы куәгер болғандықтан амалсыздан оны да өлтіреді. Алайда генералдың баласы оған өзінің Гамбиномен қылшастың кішкентай кезін есіне салады. Ол өзін құдды бір қылшықтай көреді. Гац Гриффитке бармақ болады. Ол ханшайыммен сөйлесіп тұрады. Сол сәтте ол сұңқар жасағының оның күші қаруы екенін айтады. Осы кезде Гац екеуінің достығының шынайы екеніне күмәндана бастайды. Бұл жолғы жауымыз кім екен? Шайқас бізге таныс адаммен болады. Бұл әлгі бір осыған дейін Гриффитке 2 рет жеңілген капитан. Бұл жолы жеңіс оңай келмес анық. Есте сұңқарлардың пайдасымен аяқталады. Каска капитанмен бірге бір шығады. Алайда әлсіздігінен болып одан жеңіліп қалады. Гац оны соңғы соққыдан құтқарып қалады. Сосын капитанмен шайқасқа түсіп оны жеңеді. Десе де Гацтың назары Каскада болғанда, капитан оқ атып бір оқпен 2 қоянды түсіреді. Екеуі өзенге түсіп кетеді. Кейінірек Гац Касканың қызығып кетірілгенін түсініп, бұрын Каска істеген секілді оны өз енесімен жылытады. Сосын Каска оянады да мән-жайды сұрайды. Әңгімелесіп отырғанда Каска сұңқар жасағына қалай түскенін айтады. Оның кішкентай кезінде де оңай болған жоқ. Гриффит оны өз мақсатында пайдаланып болған бір графтан құтқарады. Сол сәттен бастап Каска жасаққа қосылған. Каска Гриффиттің арманы үшін небір нәрсеге баратынын жақсы біледі. Солай олған тамсана бастайды. Касканың оқиғасы аяқталады. Ол Гацқа Гриффиттің оған деген қарым-қатынасына қызғана қарайтынын айтады. Сосын олар кетіп бара жатқанда оларға келген қалың қол бастаған капитанды көреді. Гац оларды оңай жеңеді. Десе де капитан Самсам деген бауыр шақырады. Гац амалдармен алғаш рет шайқасып тұрған жоқ. Ол оны да оңай жеңеді. Гац Каскаға қашуы керектігін айтып, өзі қалғандармен шайқасуға қалады. Осы кезде оның нағыз берсерк екені көрінеді. Қаншалықты ауыр жарақат алса да жауынгерлерді оңай жеңуде. Әйтсе де жауынгерлер азаяр емес. Каска құтылып үлгереді. Гац ағаштың түбінде жүздеген өрттердің жанында отырады. Алайда ол өлмеген айдан анық. Себебі аниме басында бізге болашақтағы Гацты көрсетеді. Гац жазылып өз қалпына келеді. Ал түнде болса Каскамен сөйлеседі. әңгіме барысында Гац даналығын көрсетіп мағыналы сөз айтады. Қысқа айтқанда ол сұңқар жасағынан кететіндігін айтады. Енді міне сұңқарлар өте маңызды тапсырмаға келеді. Мықты қамалды жаулап алу. Ол қамалды бір қызыл күрең мүйіз тұмсық деген жасақ күзетеді. Шайқас жоспар бойынша өтеді. Сұңқарлар артқа шегінгенде губернатор Гриффитті тірі ұстап олардың артынан баруын бұйырады. Алайда бұның тұзақ екенін генерал біліп тұрады. Десе де бұйрыққа бағынады. Сол кезде Гриффиттің жасағы мен Гацтың жасағы өзен бойында қызыл күрең мүйіз тұмсық жасағымен шайқасып жатқанда қамалға Касканың жасағы барады. Каска өлмейтін капитанымызды кездестіреді. Сосын оны әйтеуір жеңеді. Ал Гац болса генералмен шайқасып жатады. Бірақ қылышы сынып жеңіліске ұшырауға сәл қалғанда оларды бақылап тұрған Зод Гацқа қылышын лақтырады. Солай Гац оны жеңеді. Ал губернатор болса Гриффиттің қолынан өледі. Неге губернатор Гриффитке жабысып қалды десеңдер, бұл екеуі бұрын болған. Десе де Гриффит бұны ақша үшін жасаған. Ал губернатор оны шын жақсы көріп қалған еді. Мидланд патшалығы үлкен жеңісті тойлайды. Ал патшайым болса Гриффитке қарсы жоспар жасайды. Сол мерекеде Гриффитке у қосылған шарап береді. Патшайым жеңісін тойлай бастайды. Десе де патшайымға қызмет жасайтын министр оларды сатып кетеді. және де патшайым мен қалғандары тұрған жер отқа оранады. Бұның бәрін министр оның қызын ұрлап кетіп топсалағаннан істейді. Ал әлгі у болса жай ғана ұйықтататын қоспа екен. Патшайымның қазасынан кейін Гац түнде бір жолата кетпек болады. Каска оны тоқтатпақ болады. Сонда оның достары Каскаға қосылады. Бірақ та Гац жай ғана Гриффиттің арманының орындалуындағы құрал болғысы келмейді. Кетіп бара жатқанда сұңқарлар мен Гриффит оны тоқтатады. Сонда Гриффит бұрынғы айтқан сен маған тиесілісің деген сөзін есіне салып, егер де жеңсең ғана менен құтыласың дейді. Осы бір қызықты сәтте Гац 3 жыл бұрынғы шайқасты есіне алады. Сосын Гриффит ақыл шабуылдағанда бір соққы беріп оның қылышын сындырады. Көңілсіз Гриффит ханшайымға барады. Сосын ханшайымды бұл енді өзінің настроениесін кішкене көтеру үшін шығар. Ал кейінірек оны қамал күзетшілері ұстап алады. Гац сол уақытта тәжірибе жинап жүреді. Осы оқиғалардан бір жыл өтеді. Гац Годо деген ұстаға қылыш жасап беруін өтінеді. Годо болса бұл қылыштың иесінің мақсаты жоқ деп қылышты
аяйтынын айтады. Гатс жолға енді аттанбақ болғанда маңызды жаңалық естиді. Сұңқар жасағы әлдеқашан әлсіреп қалған екен. Ал Гриффит түрмеге жабылып азап шегіп жатыр екен. Қалған сұңқар жасағына түнде шабуыл жасалынады. Лагерь отқа оранады. Каска жеңілуіне аз қалады. Алайда сонда Гатс келеді. Сол кезде Гатстан мән-жайды түсіндіреді. Ол кеткеннен кейін Гриффит түрмеге түсіп, сұңқар жасағын Милан әскері құртпақ болады. Сол кезден тірі қалғаны ендігі Гриффитті құтқармақ болады. Каска мен Гатс сөйлесіп тұрады. Бірде Каска болған нәрсенің бәріне шыдамай жардан құлай салады. Бірақ Гатс оны құтқарады. Ал сосын Каска оны жақсы көретінін айтады. Гатс және қалғандары Гриффитке барғанда оның тілін кесіп алған әрі басқа азаптаулар жүргенін біледі. Гатс ашуға булығып жолындағысының бәрін қырып жояды. Гриффит алып кеткенімен де оның артынан әскерлер қалмайды. Бірде Гриффитті біреу ұстап алып мазақ еткенде Гатс бар күшімен оны өлтіреді. Үйде Гриффит бұрынғы өзін көріп, арба тиеген жылқымен шаба кетеді. Сосын ол құлап түсіп, өзі қойған мақсатқа жете алмағанын біліп, оның соңы екенін түсінеді де өзін өлтірмек болады. Алайда ол Бехеритті көреді де бәрі бітпегенін түсінеді. Жасақ келіп жеткенде ұтылу басталады да Бехериттің формасы өзгеріп, жан-жақта құлжықтар пайда болады. Ал әлем құдды бір тозаққа айналғандай болады. Сонда Тәңір алақаны пайда болады. Гриффиттің алақанының мүшесі екенін айтады. Түсінбей қалсаңдар бұл Длани Господня. Ал Гриффиттің тағдыры болса Бехерит белгілі бері шешіліп қойғандығын айтады. Ал енді Тәңір алақанының күшіне жету үшін ол өзінің сұңқарларын құрбан шалуы керек. Гриффит өзінің өткенін көріп құрбандықпен келіседі. Жасақ мүшелерінің барлығына бір белгі қойылады да құрбандық